Саламатсыздарбы, ауданымыздың тұрғындары, қонақтары, көпшілік, жамағат. Мен бүгін сіздерге баяндайын дегенім, өз салам дәрігер болғандықтан, осы елімізде жүріп жатқан мынау індетке байланысты екі ауыз айтайын дегенім. Өткен жылдан бері елімізде осы коронавирус пандемиясы бүткіл елді шарықтап түстеп тұрған кезде өкіметіміз басшылық, президент басшылығы да барлығы атсалысып осы індетке қарсы күресіп жатыр. Мен де осы көпшілік болып, барлығымыз атсалысып, сол індетті жеңуінің жалғыз жолы вакцинация екендігін білген халда барлығыңыз вакцина алуға шақырамын. Негізі менің мамандығым дәрігер болғандықтан, осы ауырып больницаға түскен жандармен көріп, жан таласып жатқан жандарны көріп, бұның жалғыз жолы, жеңуінің жалғыз жолы вакцинация екенде, адамдардың ішінде коллектив иммунизацияның болса ғана тек қана бұл ауруын жеңіп, бұл індет бізді тастап ары кетуіне мен түсінген қалда сіздерді шақырамын. Құрметті азаматшалар, барлығыңыздар осы вакцинаны алуға бір жан болып, бір жақадан бас шығарып, бір жеңден қол шығарып, барлығыңыз атсалысуыңыздарға шақырамын. Вакцина алған қалда гена осы ауруын жеңеміз, больницаларымыз босап, байнағы төсектеріміз босап, дәрігерлерге де жеңіл болады, елімізге де жеңіл, ел жұртқа да жеңілшілік болады. Барлығыңыз вакцина алуға шақырамын. Назарларыңызға. Мен Оңғаров Қабыл Сусынұлы, номер 47 жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Мен қазіргі таңда елімізде болып жатқан ауруға байланысты вакцинаның бірінші және екінші кезеңін алдым. Барша Қазақстан халқын екпе алуға шақырамын. Мен Олжаева Наима, ата-ана ретінде отбасымның денсаулығын сақтау үшін вакцина алдым. Сіздерді вакцина алуға шақырамын. Вакцина алған кезде денсаулығыма ешқандай кедергі зиян тиген жоқ. Сол үшін отбасыңыз денсаулығын сақтау үшін вакцина алуға шақырамын. Я учительница русского языка и литературы Сайдалиева Дильнура. В период пандемии, которая разразилась во всем мире, я посчитала нужным привиться и получила вакцину. И призываю всех граждан Республики Казахстан тоже прививаться в целях защиты себя, своей семьи и чтобы положить конец этой пандемии. Елімізде вакцина салынып жатыр. Мен ата-ана ретінде отбасымны, жан-жақымны сақтау үшін вакцина салдырдық. Сіздерді де вакцина алуға шақырамын.